Мен есімім Арайлым, Атырау қаласынан боламын. Жасым 29-да. Аманжан қызы Ақкүміс дейтін баланың анасымын. Қызым осы жерге, яғни кор кезінде ауырып, кордан осложнение беріп, балада диагноз энцефалитпен түскен болатын. Ең бірінші неврология отделына түскен. Одан реанимацияға бала 4 күнге ауысты, тяжелое состояние форма болып балада. 4 күн реанимациядан шыққаннан кейін қайтып неврологияға жатып, 20 күн есебінде ауруханада жатқан болатынбыз. Содан кейін осы реабилитацияға келіп, бала қазір полный өзінің емін алып жатыр курспен. Яғни энцефалит басының миының зақымдануы болып саналады. Балада жұлын мен аяқ полный жұмыс істемей қалған. Соны кері қалыпқа келтіру есебінде поликлиника арқылы осы қамқорлық центрына келіп отырмыз. Қазір тура бір ай дегенде бала жүрді. Жүріп, өзі отырып, бала бұрынға қалыпқа келе бастады өзі. Адамдармен араласып, бұның алдында өз балада адамдармен араласқысы келмей, бөлектену сондай бола бастады. Қазір балада өзімен өзі ортаға бейімделіп, толығымен жүруге болады жағдайға жетті бала. Ең бірінші мен осы алғысымды қамқорлық реабилитациясының меңгерушісі Гүлнар Сапарбековнаға және Ақтолқын Демеуовнаға және арнайы алғысымды ЛФК инструкторы Қыдырға білдіргім келеді. Өйткені ол кісінің баламен жұмыс істеу методикасы бөлекті, баланы түсінеді. Сол кісілерге көп алғысымды білдіргім келеді. Қазіргі таңдағы негізгі арманым баламды 100% қалыпты бұрынғы қалпына келтіріп, бұрынғы өзінің осыған ауырмағанға дейінгі қалыпта қандай бала болды, сондайға келтіру менің басты арманым қазіргі таңда. Я Мирамова Гульнара Сапарбековна, врач-невролог-реабилитолог в областной детской больнице, заведующий реабилитационным центром «Қамқорлық». Наш центр оказывает психолого-медико-педагогическую помощь детям с 1 года до 18 лет. За прошедший период работы нашего центра мы добились очень хороших результатов. Наши дети впервые начали ходить, ползать, сидеть, впервые стали произносить первые слоги, слова. То есть при каждом заезде у нас есть хорошие результаты. За прошлый год через наш центр прошло около 900 детей. Из них около 20 детей самостоятельно стали делать первые шаги. Аккумус у нас девочка, которая перенесла тяжелую форму нейроинфекции. То есть у ребенка было воспалительное заболевание головного мозга на фоне коревой инфекции. Сейчас очень много детей болеют корью, и поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы призвать родителей прививать своих детей от кори, потому что действительно очень-очень большой процент детского населения заражается, болеет, и мы видим последствия этих инфекций. Серікқызы Ақтоты, Атырау қаласының тұрғынымын. Осы балам авариядан кейін ерекше болып қалғасын. Осында реабилитацияға келіп емдеп жүрдік. Негізі реанимациядан кейін келген кезде бала коляскада отырды, сөйлеген жоқ, памперспен сондай болды. Екінші реабилитация келгеннен кейін жайлап жүріп бастап, тұсау кесіп барып жүргеннен кейін қазір шүкір жағдайы. Осы 4-ші ма 5-ші келген сақтың соңғы осы июльде келдік. Барлық основной ЛФК-ға көмектескенбіз. ЛФК көмектескен эрготерапевт, логопед, психолог бәрін жұмыстар керек болды. Сосын механотерапия көмектесті. Сол жақсы болды. Енді былай кішкене шүкір, енді ондай керім деп айта алмаймын да, жақсы бір жүріп жүр, сөйлеп жүр. Операцияға барып жақсы болып қалдық. Уже келуіміз керек, жақында сол күтіп жүрміз сол. Кел балалар оқысаңдарды қобақ. Оқысаңыз балалар. Алдынан шырақ жақ. Алдынан шырақ жақ бар. Наш пациент Елена Абдурахман уже продолжительное время проходит периодически реабилитационное лечение у нас в центре. Также проходило реабилитационное лечение на республиканском уровне. У ребенка был спастический тетрапарез. Ребенок не мог разговаривать, не мог ходить, сидеть. Но в результате реабилитационных мероприятий сейчас ребенок у нас
самостоятельно ходит, самостоятельно посещает образовательные учреждения. У него хороший психоэмоциональный фон. Поэтому я думаю, что мы добились больших результатов.